Сәлем достар, жалпы шахмат сүйер қауым. Менің есімім Нұрқадыр болады. Жасым 20-да. Алдағы уақытта осы шахмат әдістер каналында тағы да 20 сабақ түсірілетін болады, Құдай қаласа. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Негізі шахматты осындай сабақтармен, әдістермен үйрену негізі маңызды да. Көп адам ойлайды, практикалық өзім ойнап үйреніп аламын дейді. Бірақ оған көп уақыт кетіп қалады. Мысалы, 1 жыл жүріп, өзі практикалық дайындалған адаммен сабақтарды өтіп, әдістерін үйреніп, солай жаттығып, шахматты үйренген адам, екеуінің жетістігі, мысалы, біреуі 3 айда жеткен жетістікке, екінші адам 1 жылда жетуі мүмкін да, сол сияқты. Ал ендеше, уақыт созбай бірінші сабағымызды бастайық. Бірінші сабақ двойной удар деп аталады. Яғни қос соққы. Қос соққы дегеніміз бір мезгілде екі фигураға бір фигурамен атака жасау. Мысалы, мынау бірінші бізге берілген. Бұл жерде қаралар ұтып келе жатыр. Мысалы, бұл жерде слонның құны 3 пешка, ладьяның құны 5 пешка. Яғни қаралар ұтып келіп жатыр, бірақ бұл жерде жүріс ақтардан. Егер қазір, мысалы, слон мен пешкені жейтін болсақ, ол кезде бізде қос соққы жасалады. Ладьяға и ферзьге. Мына былай жейміз, шах болады, және қос соққы ладьяға. Бұл жерде амал жоқ, король қашады, біз ладьясын ұтып аламыз. Осылайша жеңіске жетуге болады. Ары қарай пешкіні ферзьге шығарамыз и мат қоямыз. Главное, пат болып қалмау керек. Бізде келесі бізде мынандай жағдай келеді. Бұндай жағдайда, мысалы, слонды жертва етеміз. Ферзьді ұстау үшін слонды жертва қыламыз. Мына жерде, мысалы, қарасаңыздар, қаралар ұтып келіп жатыр. Қараларда ферзь и бір пешка бар. Ферзьдің құны 9 пешка. И мынаны қосқанда жалпы ұпай 10 болып тұр да. 10. Ал ақтарда ат пен слонның құндары бірдей 3 пешкадан. Сонда 6. И мына пешканы қосқанда 7. Пешканың күші бар да, в общем. Енді қаралар ұтып келіп жатыр, бірақ жүріс ақтардан болып тұр. Ол кезде не істейміз? Бұл жерде бұлай істесек болады. Слон мен пешканы жейміз. Слон мен пешканы жейміз. И мына жердің өзінде кішігірім двойной удар болып тұр. Бірақ олар пешканы слонымызды жеп қояды. Корольмен жеу мүмкін, немесе ферзьмен жеу мүмкін. Бізге разница жоқ. Мысалы, ферзьмен жейтін болса, біз атпен двойной удар жасаймыз. Ал егер, мысалы, жемейтін болса, жемей шақтап бүйтіп қаша салатын болса, біз ферзьін жеп қоямыз. Сол үшін амал жоқ, ол екеуін біреумен жейді. Жеген кезде біз атпен қос соққы жасаймыз. Шах болады. И одан кейін не жүрсе де біз ферзьін жеп қоямыз, и бізді бір пешке артық, сонымен жеңіске жетеміз. Ал екінші жағдайды қарастырып көрейік. Ферзьбен емес, мысалы, атпен жейтін болса, ойбай, корольмен жейтін болса, онда біз атты E8 несіне жүреміз, E8-ге жүреміз. Бұл жерде де двойной удар болды. Атпен ферзьін жейміз. Мысалы, қазір шах, амал жоқ, корольді любой бір жерге жүреді. Мысалы, D7-ге жүрді дейік, біз атпен жейміз. Атымыз жейді, ары қарай біз пешкені шығарамыз. Бұлай жақындайды, осылай жалғаса береді. Енді келесісінде бізде осылай берілуі мүмкін. Мына жерде де қарасақ, қаралар, бұл жерде ничья сияқты. Мысалы, қараларда 2 пешка бар, ақтарда да 2 пешка бар. Бір слон бар, ақтарда да бір слон бар. И ферзь бен ферзь. Жалпы тең-бе-тең болып тұр. Бірақ ақтар жүреді бұл жерде. Мынандай жүріс жасау болады. Бұл жерде де двойной удар. Двойной удар дегенде, мысалы, бұлай жүре аламыз. Ферзь F4-ке жүре аламыз. Ферзь F4-ке жүретін болсақ егер, мына жерде қараларда
екі ақ вариант болады. Мысалы қазір не жүрсе де қаралар. Бір нәрсе жүретін болса, біз мат қоямыз ана жерден. Мат қоямыз. Ал егер мат қылмаймын деп, мысалы корольді қашатын болса, или ферзді мына жерлерге былай әкелетін болса, мысалы мына жерлерге, онда слон жеп аламыз. Үшін двойной удар слонды таңдайды, немесе мат, екеуінің біреуін таңдайды. Олар амал жақ мат болмау үшін корольді қашады или мына жерді жабады. Біз ферзін ұтып аламыз. Ойбай, слонды ұтып аламыз. Слонды осылай жеңіп аламыз. И ары қарай бізде плюс 3-ке шығамыз. Плюс 3 деген сөз бізде бір слон артық, бір слон 3 пешкінің құнына тең. Келесіде бізде келесі не дейді? Бізде мынандай нәрсе бар. Осындай жағдайға кеп қалуымыз мүмкін. Ойынның ортасында кеп қалады, бұны байқап қарап отыру керек. Мысалы бұл жерде ақтар жүреді. Ход ақтардан қалай двойной удар жасаймыз десек, бұл жерде не қылу керек? Жертва жасау керек, жертва. Бірінші бұл жерде ладьяны F6-ға жүреміз. Сонда шах болады и ферзге. Бұл жағынан двойной удар сияқты екеуіне шабуыл жасап тұр. Енді шах деп король қашатын болса, егер біз ферзін жеп қоямыз, сол себепті олар король қашса, біз ферзін жеп қоямыз, сол үшін ферзбен жейді олар, амал жоқ. Одан кейін не дейді? E5, пешкін E5-ке жүрсек, бұл да қос соққы сияқты шах болады. Бұнда жейді, мысалы немен жейді? Ферзбен жесе. Одан кейін ат. Опа, ана жерде қателесіп бұзылымыз. Ана жерде слон емес ат болады негізі. Қазір дұрыстап жіберейік. Техникалық ақаулар. Ал мінекей достар, реттелді. Осындай жағдай келуі мүмкін бізде. Ладьямен жертва қыламыз. Олар жейді. Пешкін жүреміз, шах дейміз. Олар енді корольмен жеу мүмкін, или ферзбен жеу мүмкін. Қайсымен жесе де бізге разница жоқ. Ферзбен жесе, біз атты F7-ге жүреміз. F7-ге жүрсек, двойной удар болады. Корольге шах и ферзге. Амал жоқ, олар корольмен жүреді и ферзді жеп аламыз. Сонымен не жауып кетеді. Айтпесе мына жерде ұтылып қаламыз. Оларда ферз бар дегендей. Ал енді олар ферзбен емес, мысалы корольмен жесін. Ол кезде бізге разница жоқ. Атты G4-ке жүреміз. Двойной удар. Осылай ничья болады. Ал енді келесі тағы да бізде қанша? Төртінші болса тағы да 32 не бар екен ғой? 32 тапсырма бар. Дейді.